Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін мен сіздермен Жансая апайларыңыз. Бүгін сіздерге vocabulary сабағы бойынша, тақырып бойынша сабақ беретін боламын. Так, let's start. Ең бірінші сабақты бастамастан бұрын барлықтарыңызға рахмет айтқым келіп тұр. Себебі сіздердің комментарийларыңыз мені прям вдохновляет. Түсініп ма? Қарасаңыздар, өздеріңіз Нұрдана деген оқушымыз наурыз бен мамыр ентісін салыстыратын болсақ, я Мағжан ағай, басында 30 алған оқушымыз қазір 43 алып жатыр. 10 балға прогресс. Өте керемет. Сонымен қатар басқа да оқушыларға да рахметімді айтқым келіп тұр. Сіздердің қолдауларыңыз прям маған келесі әртүрлі видеоларды шығаруға, итермелейді, в общем, ықпал жасайды. Давайте келесі. То же самое, бұндай нәрселер көп, өте. Сонымен қатар бізде балдар әртүрлі тақырыптар бойынша қиналып жатыр. Ол тақырыптар бойынша уже видеолар шыққан. Бірақ именно осы тақырып бойынша, бүгінгі өтетін тақырыбымыз бойынша видеолар өкінішке орай жоқ. Дәл соны қазір мен жүзеге асырайын деп отырмын. В общем, бізге маған былай жазып жіберген оқушылар. Бұндайлар көп. Олардың біреуі былай ғой. Не ғой апай, кіргендердің көбісі енді айтып жатыр. Грамматика бір күн көп, бір күн аз келеді деп. Сонымен келіп жатқаны синоним мен антоним мағыналы сөздер табу керек екен. Соған арнап бір сабақ өтесіз ба? Енді бір сабақ өтемін қазір. Келіп қалады деген сөздер. Мен қазір экстрасенс болып, фанга болып үшін сіздерге примерно келеді-ау деген сұрақтарды айтатын боламын. Мен именно дейді да енді. Синоним мен антонимға жоқпын дейді. Сөзді көп жаттамаймын. Енді жаттамаймын, ес? Енді осындай барлығымызда болып жатады. Грамматиканы от души өсірдік. Енді бізде келіп жатқаны именно синоним мен антонимдер. Өте қиын, я? Енді соларға байланысты біз самый топовый сұрақтарды қарастыратын боламыз. Что там, жизада барлықтарыңыз осындай проблема болып жатыр, да? Егер проблема болып жатса, плюсики ставим, плюсики сразу. Тезірек. Сосын біз тезірек сабақты бастасақ, в общем. Так, time is okay. Давай. В общем. Жарайды. Енді бүгін біз synonym, phrasal verbs, idioms and vocabulary бойынша, тақырыптары бойынша сабақ өтетін боламыз. Одан бұрын мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Балдар, сіздер маған вообще жазып жатсыздар, да? Типа, апай, в общем, ертең неде жазда маған спикингді дамыту керек. В общем, мен сөйлей алмаймын, менде грамматика күшті, синонимдерді қатты білмеймін, маған сөздік қормен спикингді дамыту керек деген сияқты нәрселер, в общем, сообщение келіп жатыр. Оффлайндан да, онлайндан да оқушылардан. Сондықтан да барлығы неге бірге ұйымдастырмасқа деп, в общем, мен мынандай идея айтқым келіп тұр. Біреулеріңіз уже білесіздер, кейбіреулеріңіз оқушыларым болсаңыздар уже білесіздер. Кейбіреулеріңіз айттым, кейбіреулеріңіз әлі жүрсіздер естімей, енді өкінішке орай. Енді сол туралы айтып кететін болсам, ол English Speaking Club. То есть бұл Speaking Club, яғни Boost Your Vocabulary деп аталады. Ол бізде, яғни енді біткен кезде 1 июльден басталады. Көріп тұрғандарыңызда ең бірінші мына жерде көріп тұрсыздар, ОБТ 1 сағатта 35+, ол 15-ші неде шықты уже. 15 маусымда, одан кейін екінші мен планым, это ағылшын 10 сабақ ішінде еркін сөйле деген. Значит, бізде осы жақты тіркелсеңіздер, сіздер мына жақта барлығы жазылып тұрады. Ішінде, то есть, мен сіздерге адам толықты, толықпады деген сияқты айтатын боламын. Ең бірінші, то есть, осы жақта материалдар алсаңыздар болады. Так что, осы жаққа жазылып қарасаңыздар болады. Толды ма адам, толмады ма, қаншадан болды деген сияқты. И тақырыптар бойынша жаңа айттым ғой, 10 күн ішінде, 10 сабақ ішінде, 10 күн емес, подряд емес, 10 сабақ ішінде еркін сөйлет, то есть 1 июльден басталады бізде. Ол қандай тақырыптар? Ең бірінші бізде бұл формат IELTS speaking форматында болады. То есть бізде IELTS speakingді может білесіз, IELTS деген не деп потерял отырсыз. Это IELTS деген бізде шетелге оқушыға түсу үшін, немесе академ мобильностьпен, немесе work and travel, көптеген программа бар да. Солардың, в общем, любойына жарай беретін тест, бір сөзбен айтқан кезде. И солар 4 section бар. 4 section ішінде біреуі speaking. То есть, ең бірінші әртүрлі спикингдар келуі мүмкін тақырыптар сіздерге. Сол топовый тақырыптар бойынша біз спикинг клуб өткіземіз. Олар қандай тақырыптар? Қазір мен сіздерге соны айтатын боламын. Біріншіден, это education. То есть, education байланысты 3 section еще не бар.
партс бар, сол 3 партысы бойынша education тақырыбы, work, technology, daily routine, leisure time, hobbies, relationship, family and friends, hometown and holiday, clothes, style and fashion, food, childhood and sport деген. Осы топовый самый тақырыптардың барлығын, короче, материалдар бойынша алдым. Сосын осы тақырыптар бойынша біз спикинг ұйымдастыратын боламыз. Кстати, сіздер может сұрауларыңыз мүмкін, апай сіз типа қалай спикинг берейін деп жатсыз, типа енді мұғалімсіз ғой, типа такое. Мен сразу айта кете салайын, менде IELTS бар. Енді я не говорю мне perfect, но достаточно perfect. И менде IELTS-тан 7.5. Так что мен сіздерге өзімде не бар, соны максимум бере аламын. И даже қазір ол 2 жыл бұрынғы, ал қазір даже больше. Так что егер де сізде мен сияқты немесе менен де күшті сөйлегіңіз келсе, please join my speaking club. Так, дальше примерно как выглядит, да? Мен сіздерге бұл жерде қалай в общем, болады, да? Например, education деген тақырып болатын болса, именно мысалға IELTS-қа келетін academic words бойынша мен сіздерге осылай жинап аламын, да? 10 сөз, получается 10 сабақтың ішінде 100 сөз үйренесіз. Біріншіден, просто ғана жаттап қоймай, қалай оны пайдаланамын деген туындайды, да? Просто жаттап аласыз да, все, менің памятімде қалып қойды, и все, сандықтың ішіне все деп лақтыра салмайсыз. Бір сөзбен айтқан кезде соны қалай қолданамын? Соны сразу спикингда қолданатын боласыз. Именно осы топовый нелерді. Любой спикинг десе, соны, короче, любой жерге, в общем, тығып жібере алатындай, сондай академический сөздерді жаттаймыз, короче, бір сөзбен айтқанда. И сол сөздерді біз спикингда 1 сағаттық спикинг болады, 10 сабақ, соның әрқайсысы бір сағаттан 10 сағат да, бір сөз қосқан кезде. Сол бойынша әрбір education тақырып болса, education сөздері түсіндіріледі. Мен сіздерге арнайы видео дайындаймын, 10 минуттық примерно. Соларды қай кезде қолданады, қандай фрейзтермен, мысалға go home, go там әртүрлі бір нәрсемен фразалар бар ғой, солардың барлығын айтатын боламын. Сосын солардың барлығын сіздер спикингда қолданатын боласыздар, бір сөзбен айтқанда. For example, мына жерде топовый 5 сөздердің бірі education тақырып бойынша, мысалға attend classes. Мен мысалға I go to English classes деген уже go to деген уже везде, да, например. Соны более академический и более advanced сөздермен айтқыңыз келсе, мысалға attend classes. То есть мен сабаққа барамын, attend biology classes, chemistry classes or English classes деп айтсаңыз болады. То есть сабаққа барамын, бір курсқа қатысамын деген сөзді білдіреді. И мысалға любой сөзді айтамын, мысалы to set aside some time, да, например, шамалы уақыт керек деген сөз. Мысалға I need to set aside some time to collect my thoughts. То есть мен шамалы уақыт керек, мен ойымды жинақтап алу үшін, да, типа такое. То же самое, самый топовый келетін, мысалға set aside some time, spend time дегеннен қарағанда, немесе take time ден қарағанда set aside some time деген сияқты. Сондай, короче, самый керекті нәрселер. В общем, бір сөзбен айтқан кезде. Internship, yes, internship деп отырамыз бізде, енді стереотип, практикаға барып жатырмын дегенде, мен де басында ойлайтынмын practice деп, тупо практика и practice деп аударылады. На самом деле ондай емес, прямой перевод емес, сондай сөздерді қосатын боламыз. Мысалы, internship, yes. To get work experience and practical knowledge, то есть практикалық тұрғыда білім алу дегенде осы internship, yes, то есть практика дегенде. Вот, take an internship деген фраза бар бізде и так далее. Дәл осылай әртүрлі тақырып бойынша 10 даже одан да көп сөз болса, сол тақырыптарды сөздерді қосып, и бір тақырып бойынша біз жаттап қана қоймай, қай кезде қолданады, и өзіңіз қолдану барысында оны ешқашан ұмытпайтын боласыз. И сізге мысалы будущем IELTS тапсыратын болсаңыз, и бәрібір сізге керек, потому что сіздер білесіздер, универге бармастан бұрын тағы да тест тапсырасыздар, сол кезде, короче, сізге максимум түрінде, короче, есіңізге түсетін болады сөздердің барлығы, и өзіңізге жақсы. Окей? Сонымен қатар, егер де программатика дейтін болсақ, мысалы біз өттіге комплекс subject, object и так далее, passive voice деген сияқты, мысалы кейбіреулерін білмеуіміз мүмкін, вообще комплекс object не үшін керек деген сияқты, subject не үшін керек, соларды біз тоже қысқаша айтып кететін боламыз. Қай кезде қолдансақ болады комплекс subject'ты дұрыстап, и, короче, more advanced формасында боласыздар, точно. Not only your vocabulary, you will also boost your grammar too. Дальше. Айттым жаңа академический мобильность бойынша барсаңыз болады, еще осы енді тапсырып болғаннан кейін универге түсесіз, сол кезде где-то мен мысалға ЮНУға түскен кезде примерно то есть где-то августтың ортасына қарай мен тест тапсырдым, сразу бір айдан кейін тест тапсырасың боласыздар, соған дайын болуыңыз керек, окей?
и work and travel, академическая мобильность, может, магистратура шетелге қалайсыздар, ну, короче, вообще, еще сабақ та болады ғой сізге ағылшын деген. В общем, сіздің бендік пәніңіз ағылшында 100% жақсы, ну 100% болмаса да жақсы сөйлей алуыңыз керек. Өзіңіз ағылшын таңдап тұрғаннан кейін сізге сөйлей алмау уже это вообще стрёмно, да? Бір сөз айтқанда ұят вообще. Сол үшін, ну, өзіңіз дальше ағылшынмен дальше жұмыс жасағыңыз келсе, переводчик, екі тіл, в общем, любойында сізге ағылшынмен байланысты, в будущем, любой мамандық болса да, в общем, ағылшын керек бір сөз айтқанда, сіз ағылшын болыңыз, болмаңыз, так что ойланыңыздар қазірден бастап. Сосын мен айтайын, бұл 25-не жабылады, набор жабылады вообще. И біз июльдің басынан бастап, четверг бірі, сол күннен бастап уже сабақ бастаймыз. Енді бітеді, 25-не, осының июньнің 25-не жабылады, и июльді бастаймыз. Набор вообще жабылады. И максимум түрінде, қазір көрсетемін сіздерге, 30 адам қабылдаймын, потому что менде вообще уақыт жоқ больше. И мен айта алмаймын августта ұйымдастырамын деп, потому что мен магистратурада оқимын. Июньда оқысам ладно дей салушы едім, қазір нуда оқимын, менде сабақ қиын. И мен даже ол жақта қонамын ба, даже білмеймін вообще, даже планы. Так что июльда ғана уақытым бар, бір ай ғана, так что сол бір айды мені максимум пайдаланыңыздар ғой, бір сөз айтқанда. Бір-бірімізді. Так, бастап, короче, негізгі бағасы 15.000 теңге, 10 сабақ, 10 түрлі тақырып, IELTS speakingға бағытталған 3 түрлі парта бойынша, плюс грамматика и сөздер жаттайтын боласыздар. Короче, минимум дегенде 100 сөз жаттайсыз, и соны практикалық түрде қолданасыз. 10 сабақ. Егер де бастапқы 10 адамға кіретін болсаңыз, бағанағы 30 сізге 9999 теңге. В общем, өзім жылым 99 и сіздерге 9999 теңгеге болады. Бастапқы 10 ғана адамға, одан кейін 10 адамнан кейінгілері, то есть дальше 20 адам, получается, өкінішке орай 20 адам 15.000 теңгеден болады дальше. Түсінікті, самый топовый 10 адамның ішіне кіру үшін не істеу керек айтайын ба? 25-не дейін өзіңізге мынау номер жазылып тұр, соған короче не істеу керек, брондау керек. И сіз 25-не дейін 1000 теңгені жіберіп қойсаңыз, то есть самый 10 адамға кіретін болсаңыз, конечно, бірінші сұрап алыңыз, апай орын бар ма деп осы номерге жазып, и егер де орын бар болса, осы номерге салып чекті жібереміз. И потом барып сіздер осы спикинг клабқа қатыса аласыздар. Надеюсь, барлығы түсінікті. Енді түсінікті болса, бастапқы міндетіңіз, сіздің мақсатыңыз осы 10 адамның ішіне кіру. 10 адамнан кейін 15.000 теңге болады. И в группада максимум 5 адам болады. Сол 5 адаммен бірге 3 түрлі спикингдарды, 3 түрлі парта бойынша спикингді ұстыратын боламыз, әр түрлі тақырып бойынша. Надеюсь, барлығы түсінікті болмаса, осы номерге жазып сұрасаңыздар болады. Так, сонымен қатар балдар уже бізде жазылып қойған, жазылудым, қатысам дегендер бар уже 8, даже больше. Просто барлығын скриншоттап ше, мне уже, честно говоря, достало ше бәрін деп отыру. Просто көріп тұрғандарыңыздай сөздік қор нашар, спикинг нашар, короче, мен ойыңыз күшті, осы нәрсені қолдаймын дегендер бар. Енді сол қолдайған нәрсеңізді іспен емес, то есть сөзбен емес, іспен дәлелдеп жүрсеңіздер, бағанағы нәрселерді орындап и жіберсеңіздер, мен осы инстаграмға жазам, адам толықты немесе толықпады деген, сол жақтан көрсеңіздер болады. Сөзбен айтқанда, окей? Вот. Енді дальше барлығы түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті болмаса, бағанағы номерге хабарласып жазыңыздар. Бүгінгі енді тақырыбымыз дальше synonyms, phrasal verbs, idioms and vocabulary. Ең бірінші білесіздер, сабақты бастамастан бұрын ручка парақ, как обычно. Өткен сіздерге бүгінгі тақырыпқа, ладно, басқа тақырып, ладно, керек емес деп айта салушы едім, да? Именно ел тану деген сияқты, немесе синоним, антоним деген бір-біріне уже синоним сөздер болғаннан кейін, оны енді, короче, жазып алуларыңыз керек для себя. Сол үшін бір ручкамен бір парақ или дәптер, в общем, без разницы, бір нәрсе алып отырыңыз. Немесе скриншоттап отырсаңыз болады, потом или мида сақтаңыз келсе, мида сақтаңыз. В общем, короче, менің нем бойынша, короче, бір осында алсаңыз да болады, өзіңіз біліңіз, короче, давайте. Дальше, егер де сұрақтар болатын болса, чатқа немесе комментарийға жазсаңыздар болады. Көріп отқан шығарсыздар уже, қанша адам уже маған сұрақ қояды, почти күніне минимум дегенде 10 адамнан сұрақ аламын комментарийда. Ал чаттан тоже айтпай қойын, тоже көп. Оларға мен одновременно, қазір чатқа жауап бере алмасам да, комментарийға міндетті түрде жауап беремін, сол үшін сол жаққа жазсаңыздар болады сұрақтарыңызда. Окей? То есть сразу менде именно WhatsApp-тан да тез келеді сол нәрсе, деп, так что мен сразу жауап беремін. Так что сол жаққа қалдырсаңыздар болады сұрақтарыңызды, дымдамай.
и басқа да тақырыптар, грамматикадан қиналып жүрмін деген оқушылар, енді ондай жоқ, мне кажется, осы каналды көретін адамдар барлығы грамматика почти перфект, честно говорю, потому что либо перфект болмаса, оны до конца көрмеген деген сөз. Вот, осыларды қарап алсаңыздар болады. Нұсқа талдау болса, нұсқа талдау минимум 20-сы бар, плюс любой тақырып почти мына жерде көріп тұрғандарыңыз за счет нұсқа талдау сұрақтарымен 2 максимум 10 минуттың ішінде түсіндірілген. Бәрі, короче, перфект, прям сапасына жауап бере аламын 100%. Қарап алыңыздар, только главное и түсініп алыңыздар и все. Ал енді, надеюсь, барлығы дайын, түсінікті деп, осы уақытқа дейін. Так, давайте тезірек түсінікті болатын болса, уже маған мындай сұрақ келіп жатыр. Так, сұрақ болатын болса, тез плюс қойып жесеңіздер, и біз бастаймыз. What? Неге балдар тезірек қоймаймыз? Тез. Окей. Давайте. До конца бәрін күтіп отыра беретін сияқтымын. Сол үшін біз тезірек бастап жүрсек. Так. Ең бірінші, мен алғыс айтқым келіп тұр, осы презентацияны дайындаған оқушыма. Бұл презентацияларды мен қазір айтатын оқушыларым дайындады. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Соларды алдында ашып, кеше бүкіл нәрселерді ақтарып, короче, сіздерден тауып алдым. Так, егер мені көріп отырсаңыз, аяулым Сәулембай, рахмет сізге. Так, енді біз бастаймыз. Phrasal verbs'тардан бастайық. Давайте. The phrasal verb with the meaning to appear. Appear деген сөздің phrasal verb'ін табыңыз. Phrasal verb'пен айтыңыз. Это get through емес, take off, шешу, да? Give up, сдаваться, look down on деген біреуге superior, не қарау, қалай? Короче, он же емес деген сияқты, солай қарау, в общем, төмендетіп қарау. Turn up деп отырғанымыз бізде появляться, казаться, то есть turn up. Okay? Appear, turn up. И екінші turn up-тың meaning бойынша ол сіздерге келеді arrive деген, келу деген. Вот, екі мағынасы бар. Дальше, екіншісін қарайық. The suitable phrasal verb in the sentence. She, потом, your little brother. То есть, looks around, looks back, looks into, looks after и look down to. Looks down to. То есть, little brother деген сөзі, уже little деген түсінуге болады. Нәнші ету, баласын қарау, это looks after. Okay? Look back деген бұрынғы нәрселерге қарау, look into деген это исследовать, расследовать больше, как полицейский и так далее. Looks around деген все нормально, окей деген сияқты қарап шығу, а looks down to это прям, обожаю, respect like this. Дальше, correct preposition, to be keen. Keenға всегда сондай фраза бар. Keen on, fond of деген сияқты. То есть жақсы көру дегенді білдіреді. I like music дегеннің қарағанда тупо. I'm keen on music, I'm into music деген сияқты. Немесе I'm obsessed with music десеңіз, это более perfect level, короче. Advanced level, yes? Вот, сондай сөздердің бірі, это осы төртінші, то есть keen on. To be алдында бар, to be keen on. Дальше, the phrase used before infinitive. Инфинитивтің алдында қолданатын сөз табыңыз дейді, фразаны. Обычно 80-85% phrasal verb'тардан кейін геруинде қойылады. Егер де сізге phrasal verb келіп жатса, и сіз оны білмейсіз, геруинде ма инфинитив мана бір phrasal verb деп отырғанымыз екі сөздің тіркесі. Мысалы, give up, look around, look after, look into деген сияқты. Короче, екі нәрсе, екіншісінде preposition тұрады, біріншісінде етістік. Короче, екеуін бәрі чик кетіп қосылған нәрсе. Чик collocation сияқты. Чик кетіп қосылды. Короче, енді екеуі қосылған сөз білмей тұрсыз, қандай нәрсе деп білмей тұрсаңыз, потеря болып тұрсаңыз, сразу геруинде деп перевестіңіз болады. А тут, например, would like деген ол phrasal verb емес. Потому что like деген етістік, would деген вообще would деген білесіз бе не? Обычно modal verb екеуі қосылғанда, нату, қазір бір нәрсе жасағым келіп тұр деген сияқты, would like. Ал up, on, in деген сияқты это preposition. Сондықтан да бізде мыналар геруиндеге жатады, ал see бізде кәдімгідей не? Инфинитив. Так, дальше. Надеюсь, барлығы түсінікті. Түсінікті болмаса, айттым жаңа, yes, сол нәрсені жасайсыздар, в общем, түсінікті болмаса, астына жазып кетсеңіздер болады, потому что
сразу астына сразу мен көремін да, WhatsApp-тан қарағанда ертерек көремін да, сіздерге сразу жауап беретін боламын. Так что go ahead. Ну, хотя бұл жерде прям қатты не істеудің қажеті жоқ, барлығы easy, в общем. Definition to the phrasal verb get away. Get away деп отырғанымыз бізде қашып кету, cook деген пісіру, wash, control контролировать, drive, escape қашып кету, побег. Print, build, invent деп отырғанымыз вообще распечатать, так, build деген строить, invent придумывать что-то новое, да, то есть ол жатпайды. Replace the verb in bold, the correct phrasal verb. Bold деп отырғанымыз, ну, білмесеңіз, это жирный сөздер phrasal verbті басқа сөзбен ауыстыр дейді, phrasal verbпен ауыстыр дейді. Invent деп, так, the story she told you wasn't true, she invented it. То есть сен айтқан история ол өтірік болып шықты, короче ол придумывала дейді. Енді сол придумывала деп отырғанымыз бізге phrasal verb бойынша табыңыз деген. И бұл жерде так берілген бізге broke down, made it up, put off, drop out, if found out. То есть бізге бір нәрсені өтірік ұйқастыру деген сөз make up. Make up немесе made up. Дальше. The appropriate variant, if you are деп тұр уже бізде. Are деп тұр. И are болса сразу белгілі, то что это continuous, да? To be verb ing емес па? Мыналардың барлығын алып тастаймыз. If you are looking around for a new job, you are trying to find it. То есть сен егер де бір нәрсе жұмыс іздеп жатсаң, новый жұмыс іздеп жатсаң, сен, получается, попробуешь найти. Да? Не попробуешь, трудишься деген сияқты. Короче, табу үшін тырысыватсың. Да? И қараңыз енді apply не үшін емес, потому что apply'дан кейін for деген preposition жүру керек. Әрбір етістің, ну, арнайы prepositionдар болады, предлогтар болады. Apply'ға мысалы for. Егер for деген тұратын болса, apply деген дұрыс болушы еді. Так что бізде look around, trying to find it. Сен іздеп жүрсің, значит, сен тапқың келіп жүр. Вот. Стараешься найти, да? Вот. Дальше definition to look after. Қарау. Біреудің артына қарау, to take care of, care, заботиться, нянчиться за кем-то. Вот. Дальше, the phrasal verb, немесе phrasal verbs, phrasal verbтардан ішіне табыңыз. Dress деген put down, take care, care, put on, put, to be, dress, take. Енді балдар, сіздер түсінген болсаңыздар, phrasal verbs не екендігін, давайте дәл осыны астына 24 деңіз да, қайсысы дұрыс деп ойлайсыз, соны жазып кетіңіздер. Потому что мен сіздерге жаңа айттым, phrasal verb не екендігін. Ал это пусть будет сіздерге как зачет. Ну, не зачет, типа түсіндіңіз ба, түсінбедіңіз ба, әшейін тексеру үшін. Так что дәл қазір видеоны өшіріп қойыңыз да, егер де сіз трансляция көрмей жатсаңыз, ну, типа прямой эфир көрмей жатсаңыз, өшіріп қойыңыз да, астына жазып кетіңіз. И дальше көресіз, окей? 1, 2, 3 тоқтатыңыз. Дәл қазір тоқтатыңыз и жазыңыз астына комментарияға. Қайсысы сіз phrasal verb деп түсініп тұрсыз, соны жазыңыз. И потом сізге дұрыс емес, неге үшін екендігін жазатын боламын, окей? Бұл сізге просто для проверки, короче. Так, надеюсь, тоқтатып жасап қойдыңыздар, и біз дальше өтеміз. Which sentence has the phrasal verbs? Қайсы сөйлем phrasal verbтары бар? I love badminton. Мына қасында, например, up деген сияқты нәрселер жоқ. Phrases. Мына жерде тоже жоқ. Break up. Up деген, yes? Up и break. My friends needn't buy me presents. Nope. Get on. То есть, дұрыс, тоже міну. On, in, да? I've learned new words, use them in жоқ. We are associated with come across. Түсінікті? You came across a discman which has taken from school. Come across это случайно кездестіріп қалу, тауып алу дегенді білдіреді. Окей? Так, енді 24, надеюсь, жазыңыздар. Мынау 24-ті. Ал енді біз сіздер жазсаңыздар, дальше біз көшейік.
Так, енді бізде қуанышқа орай phrasal verbs аяқталды. Примерно осылай самый топовый келетін деген сұрақтарды жинап алдық. И соларды, короче, жасадық. Ал енді сіздер мыналарды жасауды ұмытпаңыздар phrasal verbтардың арасында. Ал біз дальше бағыттарды жалғастыратын боламыз. Так. Дальше бізде мынау. Так. Oh, you gotta swing from the chandelier. Yeah, 1 minute. Oh, а вот. Нашла. Так, все. So, let's go on. Бірінші, definition табыңыз. Button one sleep. Аузыңды жап. Start talking. Be attentive. Discuss the problem. Stop talking. Button деген аузыңа түйме, аузыңды жап. Вообще, самый топовый келетін нелердің бірі, идиомалардың бірі. Дальше, look after, біз уже айттық. Кейбір сұрақтар қайталануы мүмкін, так что біз просто қайталау үшін деп қабылдап и жаттай беріңіздер, окей? Look after деп отырғанымыз білесіздер уже қарау біреуге. Look деген қарау, after деген типа за біреуге, смотреть за кем-то, значит біреуге қарау, прям заботиться. Take care деген забота. Take care of, заботиться, окей? Дальше. Definitions to the idiom to have hands, to have time on hands. Қолында уақыты болу деп отырғанымыз бізде не? To work overtime, to be busy too much. Наоборот, қолында уақыты болу деген уақыты көп болу. Қолында уақыт бар, значит, менде әлі уақыт бар деген сөз. To have a lot of spare time. Spare деп отырғанымыз free дегенді білдіреді. И free time деп отыр. И даже кейбір кезде leisure time деп мүмкін. То же самое, бос уақыт. To have a lot of spare time, to have a lot of free time. То есть бізде to have time on hands. Қолында уақыты бар болу. Значит, бос уақыты болу. Дальше. Қаландарын қайтып болсаңыз, overtime, көп уақыт жұмыс жасау, busy болу, тез жұмыс жасау, уақыты болмау, көмектесу, көмекші адамдардың көп болуы и уақытында келу дегенді білдіреді. Жарайды. Дальше, definition to the word, to idiom, a white color. Color деген сындай, не? Жең. Ақ жең деген сөз бізде офисный жұмысшы дегенді білдіреді. Wears black shoes дегенді қара аяқ киім келеді. Может, олар любой цвет кию мүмкін ғой, да? Enjoys traveling. Может, no вообще. Foreign traditions, nope. Doesn't know anything, did. Argues with people. Has a bad mood. Does an office job. Outside. Так, doesn't do outside job. Maybe. Қараңыз, офисный жұмысшы деп отырғанымыз бізде сыртқы жұмыс жасамайды, офисный работаларды жасайды. Yes? Yes болса, go ahead. Definitions to the phrase get away. Get away дегенді біз айттық. Escape. Дальше. Stop or keep a person from doing something. Бір нәрседен жасама, бір нәрсе жасайыншы, жасама деп біреуге, в общем, не беретін болсаңыз, қай? Басып отыратын болсаңыз, это не істеу? Концентрация жасау емес, concentrate емес, measure, мерить немесе өлшеу емес. Prevent деген алдын алу. Yes? Жасама деген, это алдын алып тұрсыз бір нәрсені. Produce деген производить немесе өндіріп тұрған жоқ, irritate деп отырғанымыздай не? Oh, you are, типа, раздражать тоже. Yes, damage. Damage дегенде не? Зиян келтіру, зионда емес. Expect, ожидать, nope. И estimate деген бағалау. Сосын бізде prevent. Stop or keep a person from doing something болса, prevent. Дальше, definition, friendly and cheerful. Так, silent деген прям тихоня, mean деген жадный, jolly
Потом, помните, да, joyous деген бар и jolly деген сөз бар. Это бір-біріне почти, синонимдар. Joyous деп отырамыз full of, там, happiness и так далее. И это cheerful деген сияқты. Ал jolly деп отырғанымыз просто cheerful. То есть айырмашылық сөздері. Joyous деген full of деген білдіреді. Егер де сіз сабақты қараған болатын болсаңыз, suffix plus prefix деген сол жерде айтылған. То есть os немесе full деген сияқты бізде суффикстар, suffixтар, олар прям full of дегенді білдіреді, прям полный деген сияқты, полно деген. Так что jolly бізде дұрыс. Famous атақты, enough деген непослушный. То есть бізде ол екеуі дұрыс емес. Дальше. Okay. The idiom to the definition, not at the correct pitch. But no one sleep. Аузын жап. Weather permitting деген ауа райы нормально болып тұрғанда. As the crow flies деген, это crow қарға, да? Flies деген ұшқанда, қарға ұшқанда, значит, бізде вообще-то қарға ұшқанда деген олар прямо ұшады. Білмеймін, солай қабылдайды, короче, американцы. I don't know why. Короче, ол directly деген сөз береді, прям directly. Дальше. Ол емес сол үшін, directly емес. Be out of tune деп отырамыз біз дұрыс. То есть, not at the correct pitch деп отырамыз. Типа, раздраженный бір адам бар ғой, типа, oh my god, not concentrated person. Типа, you are worried about something and you are so angry about it. So not at the correct pitch деп отырамыз, сондай, типа, прям, өзінде емес болып тұр. Өзінде емес прям. Да, только өзінде емес. Not the correct pitch деген, нормальный жолда емес, типа. Ашуам тұр. Be out of tune, өзінен шығып кеткен. Apple of one's eye деп отырамыз, білесіз? The person or things that you admire and love, то есть, or respect, yes, то есть, жақсы көретін нәрсеңіз, көзінің қарашығы. Music to your ears деп отырамыз, бізде жағымды деген сөз. Прям жағымды тыңдау үшін. For example, sometimes my students say just my voice is music to my students' ears. Это означает, типа, мен даусым кейбір адамдар жағып жатыр. Жағып жатыр деп жазып жатыр. Апай, сіздің даусыңыз күшті. Я вас люблю. Короче, это означает, типа, приятно слушать. Это вот music to your ears. Вот. Түсіндіңіздер, ол емес бірақ мына жерде өкінішке орай. Дальше, on the tip of one's tongue. Tongue деп тұрамыз, тілдің төбесінде немесе тілдің ұшында тұр деп айтамыз, біз ше? Ұшында, yes? То есть, мен тілдің ұшында тұр. Oh, I cannot speak it out. Типа, it's on the tip of my tongue. Типа, мен тілдің ұшында тұр. I can't remember it. Типа, я не помню деген сөз. Бұл емес. Keep whether I on деп отырамыз, бір нәрсеге прям carefully қарау. Everything is okay, we're not to check it out. Типа, қарап тұрасыз, типа, нормально вообще такое, типа, подозрительно. Okay, that's okay. Деген, типа, қатты қарау бір нәрсеге, okay? Прям, not glance, but you just keep your glance at something, yes? Keep a look. Так, түсіндіңіздер? Так, что бізде not at the correct pitch болса, not at the correct pitch болса, сонда сізде be out of tune, be irritated, be angry with something енді білдіреді. Өзінде болмау, yes? Дальше. Уже вполне ше білмей қалсаңыздар, not деген сөз уже отрицательная форма, out деген то же самое, ішінде емес. То есть, уже, егер де кішкене логично қарайтын болсаңыз, егер де таба алмай отырсаңыз, потеря болып, сол кезде былай істесеңіз болады. Типа, екеуі де более отрицательный нәрсе деген сияқты. Егер білмей жатсаңыз бұлардың барлығын. Бірақ бұлар негізінен көбінесе топовый келетін идиомалар. Сол үшін бағанағы айтқандарды өзіңіз бітеді ғой видео, сабақ біткеннен кейін сразу өзіңіз қайталап жазбасаңыз, жазуға ерінесіздер, 100% жазбай ақ қойсаңыздар болады. Так что қараңызда тупо ішіңізден қайтадан осы жерге қойыңызда, неше минут болды, соны именно ашып қараңызда и потом ішіңізден бір рет қайталап шығыңыз. Потом апай аузын жап, where's the pre-meeting, там дальше мынандай деген сияқты. На всякий случай, осыны H-тыға дейінгі 8 вариантын любой кеп қалуы мүмкін. Так что дайын болыңыз. Дальше. The idiom to the definition. Idiom антамыз. The person who does a office job hours. Уже это white collar. White collar деп отырмыз, офисте жұмыс жасайтын, бағана айттыға уже біз наоборот келуі мүмкін. Кейде white collar дегеніміз не, либо job бағанағы не деген не деп келуі мүмкін. Короче, түсіндіңіздер, причем наоборот беруі мүмкін.
Кстати, blue collar деген не деп сұрап жатыр кейбіреулеріңіз. Blue collar деп отырғанымыз, қандай адам көк жең киеді? Көк вообще рубашка, как вы думаете? Ну, еш нәрсе ойда болмауы мүмкін. Типа офисная работа деген бар и техническая работа деген бар, да, обычно. Более, как офисная работа, более гуманитарная, да. И есть технические науки, да, технические мамандықтар. И blue collar деген соларға айтқан. Более инженер, техник и так далее. Короче, это blue collar. Так, білмесеңіз білесіз енді. Вот, енді біз жаңа phrasal verbті топовый айттық, топовый идиомаларды айттық. Енді тағы да бір презентация қорғасақ, и дальше қалғанын дальше жалғастыратын боламыз. Дальше болады. Так, сейчас. Надеюсь, барлығы түсінікті болып жатыр деп өзімнің арасында қойып қойын. Барлығы окей. Десең, все. Дальше, надеюсь, шаршап кеткен шығарсыз кішкене. Или осы жерден тоқтатамыз ба, әлде жалғастыра береміз ба, балдар? Сау болыңыз, апай. Так, давайте былай жасайық. Үшінші презентациясын жартысын қорғайық, и жартысын келесі сабақта тогда, окей? Мне кажется, это нормас. Надеюсь, шаршамайсыздар. Әлі жассыздар ғой. Қайда шаршау деген? Әлі қанша жұмыс жасау керек? Алдыңызда қанша жұмыс күтіп тұр сіздерді? Қазірден бастап ағылшындарың жақсы болса, өзіңізге, короче, қазір қаншалықты впитываете, потом соншалықты зарабатываете. Так что ол алдыңыздан шығады все-таки. Шетелге бару керек, да, бәрімізге. Бір орында қалмау керек, ja? Үйрену керек. Бұл сөз деген сөз керек, да? Ладно, бірсіге бір не в тему нәрсе айтқан, ну, просто ладно деп қалдыра саласыз. Тарих па, ладно, тарих қалады, да, например, деп. Ағылшын, это вот, сіз шетелге дамуыңыз керек, любой мамандық, еще ағылшын сіздің мамандығыңыз, так что прям бәрін қарап, бәрін дұрыстап түсініп отырыңыздар, в общем, жалғасып, окей? Мынаны тарих аға естімесін деп па. Дальше, тарихтан берген мұғалімдердің балалары деп па. I'm sorry, егер сіздер осында отырсаңыздар. Так, дальше. Это была шутка. Давайте біз жалғастырайық тезірек. Yes, балдар, сіздердің уақыттарыңыз алмайын. Так, не жазып отырсыздар сіздер өздеріңіз? Ахмет тапай дейді. Болғаш жоқ. Бәрі керемет. Дальше, appropriate variant. Do you want... Балдар, мына жерде... No, кстати, by the way. Рахмет айтшайын Дархан деген мырзамызға. Дархан, сізді егерде көріп отырсаңыз, сізге привет. Тип. Вот, рахмет, осы презентацияларды дайындап сөйлейтін нәрсе тапып отырғандарымызға. Так, бізде мына жерде әртүрлі микс нәрселер бар екен. Давайте бізге именно қалған сұрақтарды для себя қараймын десеңіздер, конечно, можно, да? Ал бізге именно тезірек нені өтіп кететін болсақ. Синоним, антоним дегенде ше, сөзге асты. The odd noun, өзгеше, странный, басқаша болып тұрған наунды табыңыз. Это trash, garbage, litter, так, rubbish и broom. Бізде да жерде broom деген не? Шық сыпыратын нәрсе, в общем, білмеймін неше шет айтып отыр бойы, сыпыратын нәрсе, сыпырға, в общем, метла. Вот, если что, білмесеңіздер, әлі бұрынғы видеоларымды қарамасаңыздар, қарап алыңыздар, это broom деп отырғанымыз метла, то есть сыпырға. Қалғандардың бәрі trash, garbage, litter, rubbish деп отырғанымыз бізде мусор дегенді білдіреді. И бізге мағынасы бойынша басқаша, это broom. Дальше. There was any rain for some days. Так, бірнеше күнге жаңбыр болмады. Жаңбыр деп отырғанымыз бізде білесіздер. Саналмайтында сізде is болады, немесе was. Ну, в общем, жекеше болады. Не только is was, да, жекеше формада болады. Немесе has дегенде болуы мүмкін. For деп отырғанымыз бізде білесіздер уже perfect екендігін. И плюс any деп отырғанымыз минус екен білесіздер. Минус тұрған бізде not болып, hasn't. И perfect болады бізде форма. For since деген нәрселер көретін болсаңыз, это perfect'тің нелері. Братчиклар деп па, маркерлер, так что perfect болады. Present perfect, yes. Ну, любой perfect болуы мүмкін. Past perfect просто без разницы. Просто бізге берілген на жерде present и present болады. Так что, вот. Давайте дальше phrasal verb дегенді оқып жүрейік. The suitable phrasal verb in the sentence. He turned his pockets inside out, out, into, round, upside down.
inside out болады, себебі сырттан ішке, в общем, қалтаны іштен сыртқа шығасыз ғой, inside out, иә, типа іштен сыртқа, в общем. Вот. Так. И мына жерде, так, to be-дің формаларын білесіздер, детский тақырыптарды алдамай қойын деп. Ну, на всякий случай, relative pronoun деген, может, потеря болып ауышып отырсаңыздар, айта салайын, потому что ол көбісі ұмытып қалады. Relative pronoun деген. В общем, сұраулы сөз көресіз. Whose, в общем, WH-тан басталатын ес. Оны қалай жазасыз? WH-тан басталатындар, ортасында көріп қалсаңыз болды. Қараңыз, мына жерде ортасында жоқ ешнәрсе. Ортасында жоқ. Whose деген тұр. Это relative. Все, easy. Қалғандарын білесіздер, просто сіздер easy. Егер де прям жасаймын апай, менің энергиям көп, бағана сайттыңыз ғой, ағылшын керек деген сияқты жасап қалсаңыздар, осыны тоқтатып қойып, и дальше астына комментке жазып кетсеңіз болады. Апай, мен 8 жасап едім, 8-9 дандай болады ма жауаптары деген сияқты, всегда дайынмын тексеруге. Всегда за. Всегда, прям всегда. Так, дальше. Еркебұлан ренжімесін. Еркебұлан жасаған презентациясын айтып тастайық. Еркебұлан, осында көріп отырсаңыз, хотя не уверена в этом. Ну, рахмет. Если көріп отырсаңыз, жаз жеріңіз. Апай, мен сізді көрдім деген сияқты. Это будет вообще перфект. Жарайды енді. Тез айтайық. The correct variant, the product which is made cost milk'тың сиырдың сүтіне шұбат емес, қазы сүт емес, қымыз емес, қуырдақ деген ет вообще, қатық деген сиырдың сүті. Ну, сиырдың сүтінен дайындалатын продукт это қатық. Дальше. Чарльз Дарвин деген білмейтіндер, биологияны қатты оқымағандар, в общем, ол биолог кісі. Это бізде, так, сейчас, эволюция мен natural selection'ды жасаған кісі, в общем, D жауабы дұрыс. Okay? Дальше. The proper idiom to the definition to be able to identify a piece of music, то есть любой бір музыканы анықтай алатын адам. Это бізде have good ear for music. То есть күшті құлақ бар болу музыкаға. Blow on your trumpet деген типа мақтану, ой мен жандай, мындай, то есть трампеттің деген сөз. Music to your ears деген айттым. Жаңа сіздерге білесіздер, то есть приятно слушать. Come down to earth деген өрісқа түс. Out of tune деген айттым жаңа. Not be at the right correct pitch деген сөз, okay? Look into. Дальше. The meaning of the phrasal verb look into дегеннің мағынасын табыңыз. Расследовать деп айттым сізге. Make антайды емес, ұрлау емес, придумывать история емес, ол make up. Appear, arrive деген turn up. Stop doing something деген give up. Continue деген go on. Think that you are better than somebody деген to look down on. Try to discover a problem деп отырамыз, сосын look into. Okay? Надеюсь, барлығын, егер сізге тезірек болып жатса, жазып алсаңыздар болады, тез-тез. Қайтадан обратно қойсаңыз болады. То есть, окей? WhatsApp. Кет шығар. Осындай қуып кеткен другтарыңыз бар болса, астына белгілеп кеттіңіз деп. Макс хабарласады. Да, все, go ahead. The idiom walking on air means very... То есть, ауада қалықтап жүр деген мен сияқты бақытты адамдар. Бақытты немесе pleased, екеуі бір-біріне синонимдар. Pleased or happy. Дальше take up деген сөздің phrase несі, meaning'ы help students, көмектесу емес, совет сұрау емес, күнде отбасын, туысқандарын аралау, қыдыру, бару емес, бір нәрсені сатып алуды ұмыту, remember емес, translate емес, regularly do homework regularly емес, start doing something as a hobby, то есть хобби ретінде бір нәрсені бастау, немесе біреудің берілген offer предложениесін қабылдау. Окей? Біреу предложение жасайды сізге, не предложение, это не руки и сердце, это просто предложение. Давай ертең киноға барайық десе, окей, I will take it up. То есть я сделаю, то есть я принимаю это. Дальше to start something as a hobby, то есть I take up dancing
типа I took up dancing 2 days ago. То есть мен новый хобби ретінде бастадым, бір новый нәрсені, dancing, for example, yes? То есть то же самое. Окей? Дальше Асем. В общем. Odd verbті табыңыз. Must, may, should, ought to деп отырамыз бізде. Modal verb, stand деп отырамыз, обычный main verb. Дальше. Look after деп отырамыз бізде. To take care of, уже 3-й раз. На всякий случай, не забудьте, запоминайте. The meaning of the phrase according to the text, achieve a target деп отырғанымыз бізде climb емес, көру емес, purpose тестировать емес, learn емес, reach деген достигать, a goal деп отырамыз, target немесе цель. Дальше. Okay, he developed the company named Microsoft. Microsoft это Gates, Bill Gates, you know. Дальше. To be keen on. The use of reflexive pronoun деп отырамыз. Feel myself, enjoy. Так, enjoy yourself, потому что на жерге F пен аяқтап тұр, немесе VES тінде болады, хотя myself болады, myself емес, myself деген дұрыс емес, ourselves болу керек, потому что көпше. Дальше, could you tell me how to get, how'дан кейін бізге to verb 1 қою керек. How to get to the post office. Дальше, the comparative degree of adjectives. Hostile, lazy. Comparative more, либо ER здесь. Не, ER. Better, more, smarter. Бізде осы ше. Ал? Қазір ма? Общий жұмыс болып па? Қай жерге? Давайте қазір мен... Прям дәл қазір, да? Давайте қазір мен сізбен барам. Все. Так, подождите. Балдар, I'm sorry. Так, енді біз тезірек жұлдыздығын талқылап тастайтын болсақ, одан кейін біз келесі эфирді келесі күнге қалдырамыз, окей? Так, дальше. American people celebrate Thanksgiving Day in November. 915-ті білесіздер, 915 end болады, потому что 100-ден кейін end болады всегда. Sentence with be going to деген. Так, he-ға is going to be, is going to be, was going to be деген жоға. Was going to be болса тоже дұрыс получады. Так, только is going to be. Так что осыған дұрыс. Дальше, the meaning of the idiom under the weather, то есть ауырып қалу деген сияқты. Very happy емес, ол бағанағы walk in the air болады. Emotional rough times and settled situation емес. To find something difficult емес, қиын табу емес. Feel not well, то есть жақсы сезінбеу. Это жаман сезіну, ауырып қалу дегенді білдіреді, yes? Чарльз Дарвинді айттық біз. Так, there is болса, бізде a lot of butter in fridge. То есть butter деген бізде айттым, сізге саналмайтын нәрселерге бізде is болады. Немесе was, немесе has, в общем, жекеше. Окей? Кстати, кейбіреулер айтады, апай мен word orderларды дұрыс қоя алмаймын деп, ең бірінші subject тұрады. Somebody, subject, yes? Потом етістік тұрады, turned, потом object, a key, a time after in the... Так, подождите. Так, сейчас подождите. After a time, somebody turned a key into door. After a time, a key into door, somebody turned. Вот, бізде жауабы айттым. A болады, и все, easy. Подождите. Somebody turned a key. A time after деп тұрған дұрыс емес, өтірік айтам. Somebody turned a key, a time after the door емес. After a time, somebody turned a key in the door. То есть кейбір кезде бір нәрседен кейін деген сияқты after, going somewhere деген сияқты тоже самое болуы мүмкін, и потом I деген сияқты тоже самое. Ну, то есть не всегда бірінші subject тұрады.
окей? After деген сияқты before деген нәрселер бірінші тұрады, и потом барып subject, окей? То есть егер де бар болатын болса, ал егер ондай ситуация жоқ болатын болса, сразу I деген сияқты көбінесе subjecттен басталатын нәрселер келеді сізге. Subjectте отырамыз, I, she, he, немесе адамның аты и так далее, окей? Сонда мысалы Жансая там goes to school every day деген сияқты такое. Вот, самый бірінші subject обычно тұрады, одан кейін етістік и object, ну, любой нәрсе дальше. Уақыт тұру мүмкін, зат тұру мүмкін и так далее. Так, балдар, әзірге осы өкінішке орай емес, вполне достаточно біз бүгін жақсы талқыладық деп ойлаймын. И алдағы уақытта тағы да басқа нәрселерді талқылай беретін боламыз. Кстати, if you have any questions, please let me know. То есть, егер де қандай да бір сұрақтарыңыз туындайтын болса, сіздер жазыңыздар, дымда қысылмаңыздар, окей? То есть, мен сіздердің любой сұрақтарыңызға комментарийда жауап беретін боламын. Просто астына тастап кетіңіз, қандай сұрақ и так далее. Вот, әзірше осы, алдағы уақытта тағы да кездескенше Speaking Club туралы сұрақтар болсын, басқа да сұрақтар болсын, жазсаңыздар болады. Номерін қалдырдым. Әзірше осы. Bye-bye! What's up?